Сәлеметсіз бе тыңдарман? Видеоны көрмес бұрын лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең тәтті мектеп кезіндегі шақтарым. Бұл оқиға менің ең тәтті мектеп кезіндегі шақтарымда орын алды. 11-ші сынып оқып жүріп бір жігітпен таныстым. Басында жай ғана жүре берем деп ойлаған едім. Кейіннен қатты бауыр басып кеттім. Екеуміз талай күндерді бірге өткізіп, бақыттан басымыз айналғандай болды. Енді міне мектеппен қоштасар сәт те келді. Аман есен мектебімізді бітіріп, екеуміздің жолымыз екіге айырылды. Ол Өскеменде оқуға қаламын деді. Ал мен Семейдегі медицина университетіне түстім. Ол маған апта сайын келіп тұрды. Екеуміз күнде хабарласып, агенттен сөйлесіп тұрдық. Мен оның маған деген сезіміне еш күдіктенген жоқпын. Ол мені ешқашан тастамайды деп ойладым. Себебі екеуміз жақын қатынаста болдық. Және үйлену тойымызды да белгілеп қойған болатынбыз. Ал бірақ мен 2-ші курс оқып жүргенде жаман оқиға болды. Мен аяғым ауыр болған 2 ай болғанда білдім, қуанышымда шек болмады. Себебі өзім жанымнан да артық жақсы көретін адамымнан жүкті болған едім. Жігітіме айттым, ол да риза болғандай болды. Бірақ сол күнгі телефон қоңырауынан кейін менің өмірімнің астаң-кестеңі шықты. Түстен кейін сабақтан шыққан уақыт еді. Қолым босай қалса оған қоңырау шалатынмын. Сол күні де өз-өзіме риза болған мен оның нөмірін телефонымда тердім. Ар жақта телефонды көтерген қыздың даусын естігенде жүрегім сырқ ете қалды. Топтасы екен деп ойлап едім, бірақ ана қыз өзіме дүрсе қоя берді. Сен кімсің, неге қоңырау шаласың деген сұрақтармен. Мен телефонды қоя салдым. Біраздан соң жігітім өзі қоңырау шалды. Маған айтпаған сөздерді айтып, маған сенбейтінін айтты. Мені Семейде жүргендіктен басқа жігіттен жүкті болдың деп маған кінә артты. Мен көз жасым көл болып аялдамада әрең тұрдым. Қуанышымды су сепкендей күй кештім. Ешқашанда мұндай сұмдықты басымнан кешпеген едім. Үйге қалай жеткенімді білмедім. Есік алдына келіп қалай құлағанымды да білмедім. Көзімді ауруханада аштым. Маған баламнан айырылғанымды айтты. Сол кездегі кешкен күйімді ешкімнің басына бермесе екен. Бүгін ауруханадан шықтым. Сендермен осы оқиғаны бөліскім келді. Жігітім болса әлі хабарласқан жоқ. Енді ешқашан оның жүзін көргім келмейді. Ол менің бүкіл өмірімді құртқан адам ретінде есімде мәңгі қалады. Бірақ бәрібір де оны ұмытуға тырысам. Себебі ол мені құмарлыққа айырбастап кетті.